Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен сынып жетекшілерге орындайтын тапсырма айтайын деп едім. Яғни сіздерде сынып жетекшілерге рұқсат етілген кесте бар. Яғни рұқсат етілген кесте журнал, үлгерім, оқушылар және ата-аналар белсенділік деген бөлім тұрады сынып жетекшілерде ғана. Яғни осы бөлімде сіздер ата-аналар деген ата-аналарды көре аласыздар. Яғни бұл жерде не көресіздер? Ата-ананың кім тіркелгенін, кім тіркелмегенін көре аласыздар. Яғни қарап отырсаңыздар, тіркелген ата-аналар, яғни жасыл түсте тұрады дағы, тіркелмеген ата-аналар қара түсте тұрады, яғни қара түсте. Енді сіздер ол кісілерді ата-аналарға, ол кісілерге, яғни логин паролерін бергілеріңіз келетін болса, бергілеріңіз керек, яғни беріп тіркелу керек. Өйткені бізде олар тіркелетін болса, мына көріп отырғандарыңыздай ата-аналар, тіркелген ата-аналарға хабарлама жібере аламыз. Ол бөлім жұмыс жасап тұрған жоқ. Яғни ата-ана өзін тіркеп осы жүйеге кірмеген екен, біз ата-анамен байланыс жасай алмаймыз. Енді сіз мына жерде тіркелмеген ата-анаңызға мына қаламшаны басатын болсаңыз, сол кісі ашылады. Яғни осы жерден пайдаланушы аты, уақытша құпия сөзі берілген. Осы құпия сөздерді ата-анаға беріп, ата-анаға кіру керек екенін ескертіңіздер, тіркелсін. Немесе өздеріңіз қосып, жүйеге қосып беріңіздер де ғана, уақытша емес, негізгі өзгермейтін пароль қойып берсеңіздер де болады. Яғни парольді өткенде ата-аналарға барлығына, оқушыларға стандарт парольді қойсаңыздар дұрыс болады деп. Яғни үлкен А, кіші А, 1, 2, 4, 5, 6 плюс деген 1, 2, 4, 5, 6 плюс деген пароль қойыңыздар деп айтып едім. Сол тапсырманы орындауымыз керек болып тұр. Яғни толықтай барлығымыз, ата-ана да, оқушы да, мұғалім де толықтай жүйеге қосылу керек, бір-бірімен хабарлама алу керек, хабарламаларды көру керек, баласы жайында болып жатқан ақпараттармен мектеп пен ата-ана тығыз байланыста болу керек. Ол үшін жаңағыдай осы тіркелмеген, жүйеге кірмеген ата-аналарды кіргізулеріңіз керек. Сынып жетекшілер, сіздер орындай аласыздар. Сіздерде ғана мүмкіндік бар. Қалған пән мұғалімдері ол мүмкіндікті орындай алмайды. Яғни сіздер мына жерде көргендеріңіздей сынып жетекші, яғни белсенділікті көре алады. Оқушының қалай жүйеге пайдаланып жатқанын, ата-ананың қалай пайдаланып жатқанын, сынып үлгерімдеріңізді көре аласыздар, журналдарыңызды көре аласыздар, сыныптың журналын, кестесін. Осы тапсырманы аптаның соңына дейін орындап аяқтасаңыздар жақсы болар еді. Назарларыңызға рахмет.